свою ответственность. Или вы не можете сказать... Üçüncü adamға бере алмаймыз ғой история. Жоқ, элемент... Тем более следствие жүріп жатыр. Мейлі. Элементарно сағат 6-тан 20 кеткенде апасы врач іздеп неге жүгіреді коридор бойынша? Қайда болдыңыздар? Соған жауап беріңіздерші. Неше врач? Қайда болдыңыздар? Бала жан тапсыратын кезде сіздер іздеді ғой, сіздер қайда болдыңыздар? Айтыңыздаршы. Соған жауап беріңізші, мейлі. Әкем, кезекші врач кім болды бүгін? Дәрігерге хабарлама. Кім болды? Аты жөні кім? Реаниматолог барған біздің. Аты жөнін айтыңызшы, кезекші врач. Реаниматолог нелерді жұмыстарын жасаған, нәтижесі болып шыққан. Кезекші врачтың аты жөнін айтыңызшы. Кезекші врачтың маған аты жөнін айтыңыз осы жерде. Кезекші врачтың аты жөнін айтыңызшы, болды. Кезекші дәрігер. Кім? Балалар бөлімінде болмаған. Болмаған деп айтсаңызшы, болды деп тұрсыз. Біздің больница бойынша бізде Вот. Вставай медсестра болады ол жерде. Түнге қалатын. А сонда дәрігер болмай ма? Экстренный больныйдың барлығы бізде реанимацияда жатады. Дәрігер болмай ма сонда? Дәрігер болады, неге болмайды? Аты жөні кім сол кезекші болған? Айтыңызшы. Дежурный врач болады. Аты жөнін айтсын да енді сон. Аты жөнін айтсаңызшы. Құрмантай Әлібек, бүгін сменде болды, я? Неге баладан айырылып қалды? Неге емдік шара жасамады? Неге реанимацияға жатқызбады? Неге палатада жатыр ол бала? Реаниматолог шақырған, реанимация барған. Қалай внезапно болады, қыздар? Айтыңыздаршы, біз сіздерге өмірімізді тапсырып жатырмыз. Сіздер Гиппократ антын алдыңыздар. Неге сіздер соған беріп болмайсыздар? Неге біз баламыздан айыру керекпіз? Не айтамын оған? Не айтады, айтыңыздаршы. Врачтарды салғырттығы деймін, не деймін? Әдемілеп сараптама алсаңыздар, әдемілеп емшара жүргізсеңіздер, бала өлмес еді осы жерде, айтыңыздаршы. Өлмес еді ғой бала. Жазылады деді ғой наоборот. Шара қолданылмайды бұл жақта. 29 сентябрьден бері ауырған балаға соншалықты бір құтқарып ала алмадыңыздар ма? Емшара жүргізіп, анализ жасап, мына жерде мен өлгім келіп тұр мына жерде. Сіздердің осындай салғырттықтарыңызды көріп, әділдік жоқ бұл өмірде. Әділдік жоқ. Бала түнде басын... Бала кетіп қалып тұр мына жерде, бала кетіп қалып тұр. 6 жасар бала кетіп қалып тұр. 22 жасар анасы кетті 2 жыл бұрын. Айтыңыздаршы. Не дейсіздер? Оның ішінде бөпесі болды еще. Не дейсіз? Айтыңызшы, бас дәрігер ретінде. Ештеңе айтамайсыз ба? Сараптама көрсетті ме? Орны босатсын. Мен талап ететінім, басшылардың бәрі орны босатсын. Балық басынан шығып. Әлназаровадан бастап кетсін, болды. Біздің талабымыз сол.